Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған жоқ. Ахмет Байтұрсынов. Сағымға оранған сайын дала төсінде алыстан ағараңдаған қос желкен көз арбайды. Бейне бір поэзия мұхитының қиырларына ынтызар жолаушысын күткен алып кемедей қалықтайды. Абай шәкәрім мемориалдық кешен жобасының авторы Бек Ыбыраев бастаған сәулетшілер тобы. Айрықша сәулет сипатына ие данышпан ақынның ұлы ой мұраттарымен бірге халқымыздың 3000 жылдық өмір жолында өрілген жарық дүние жаратылысы, тіршілігі мен арман аңсары туралы түсінік нанымдары да негіз болғаны даусыз. Кешен авторлары ұшы қиырсыз ұлан дала кеңістігін ұтымды пайдалана білген. Қос алып бейітінің басында бой көтерген зәулім мұнараның ортасында дөңгеленіп амфитеатр орналасқан. Ал оның айналасында әрбір бала әке шешенің жаққан шырағы дегенді еске түсіріп, шырақта жанған 10 терезе қойылған. Мемориалдық кешеннің бұрыш-бұрышындағы 4 құлақ мұсылман зиратының белгісі. Біз қазір Абайдың маңдайының тері тамған, табанның ізі қалған өмірінің соңғы кезде қаншама асыл дүниелерді, құнды еңбектер дүниеге келген Жидебайдағы Абайдың үйінің қасында тұрмыз. Қазіргі кезде мұражай қызмет атқарып тұрған бұл үйге бірге сапар шегейік. Ұлы ойшыл өмірінің соңғы 10 жылына куә асыл мұра саналатын Абайдың Жидебайдағы мұражай үйі 1895 жылы ақынның өз жобасы бойынша салынған. 5 бөлмеден тұратын мұражай үйге сан мәрте күрделі жөндеу, қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген. Ал 1945 жылы Абайдың 100 жылдық мерейтойына орай оған дейін қыстақ болып келген үй мұражай ретінде қайта жабдықталды. Бірінші бөлме ас бөлмесі. Онда Абай атамыз тек үйді ғана емес, пештердің барлығында қала үлгісі Европаның мәдениеті ретінде салғысқан. Ас бөлмеде қала үлгісіндегі пеш, 2 қазандық орнатылған. Үйі оңаша өзінің отбасы бала шағасымен осы ас бөлмеде тұрып тамақ ішеді. Ондағы жабдықтар сол ас бөлмеге сай қазақтың көне мына ас сақтайтын дүниеліктері. Онда кебеже, асадал, кебеже, аяқ сияқты, қымыз деген мизол сияқты дүниеліктері, заттары бар. Екінші бөлме қонақ қабылдайтын бөлмесі. Бұл Абай үйіне келетін қонақта есеп болмаған ғой. Біреу келсе, екіншісі кетіп жатады. Бұл үйдің қонағы жыртып айырылады. Мен сол ол келген қонақтың барлығы да әртүрлі себеппен келеді. Біреу Абай атамыздың билігіне жүгіне келеді. Біреу Абай атамыздың ақыл кеңес сұрай келеді. Енді біреу Абай атамыздың өнеріне тәнті болып, сол Абай мектебінен нәр алсам, Абай мектебінен рухани азық алсам деп келеді. Мен сол келген қонақтардың барлығын шаруасын жаңа қонақ бөлмеде қарсы алып, сол бөлмеде тындырады. Енді келген қонаққа Абай атамыз міндетті түрде қазақпыз ғой, бір дәм татқызбай қайтармайды. Мен сол кезде қашан ас су дайын болғанға дейін. Әрі бұл 19 ғасырда Мұхтар Әуезов ағамыз айтқандай, Жидебайда Абай қазақ өнерінің орнасына айналды. Бүкіл өнер жастары келеді. Мені ас су дайын болғанға дейін бос отырғызбайды. 9 құлақ дой бойына уақыт өткізеді. Ойын сауық құрады. Мені соның барлығы осы қонақ бөлмеде өткен. Үшінші төргі өзінің жұмыс бөлмесі. Абай атамыз бұл Жидебайда және қазақтың әмеңгерлік салты бойынша Оспанның бәйбішесі Еркежанға отасып өмірінің соңғы 10 жылын өткізді ғой. Мен сол 10 жылда жазған тікелеп айтсақ 76 өлеңі, 27 ғақылия қара сөзі, орыс ақындар Лермонтов пен Крыловтан аударған 26-27 аудармасы, 2 әні, 130-дан аса еңбегі осы өзінің жұмыс бөлмесінде туындалған. Аузы дуалы ақынның 125 жылдық, 150 жылдық мерейтойлар өтері қарсаңында мұражай күрделі жөндеумен қатар қосымша экспозициялармен толықтырылды. Тұңғыш рет Абай өлеңдері француз тіліне, ал Абай жолы роман эпопеясы Қытай тіліне аударылды. Семейдегі Абай түсетін туысының үйіндегі меншігінде болып кеткен заттар да түгелімен экспозиция сөрелерінен орын тепті. Жалпы мұражайдағы 100-ден астам жәдігердің 70-ке жуығының кемел сөздің кемеңгеріне тікелей қатысы бар. Бұл мұражайда маған ең құнды біреу сұраса, ойланбастан Абай атаның аузына таққан тісі дер едім. Себебі, онда Абай атамыздың аузының нәрі, сөзінің дәмі қалған құнды дүние ғой. Бұларды мынау құнды, мынау асыл, мынау құнсыз деуге болмайды. Бәрі де бірдей.
бәрі де абайдың тұтынған заттары, абайдың иісі сіңген, абайдың қолтаңбасы қалған асыл қазына мұралар. Қорық мұражайдағы жәдігерлердің құндылығында шек жоқ. Сол құнды дүниелердің бірі деп абайдың өз қолымен тұрғызған контрамарка пеші мен голланд пешін айтуға болады. Абай атамыз осы үй пеш салғызу арқылы осы Шыңғыс еліне, осы өңірге Европаның үй салу, пеш салу сәулет өнерлерін әкелген. Бұл жерде мен айтпағым, абай жалғыз ғана поэзияның адамы болып, тек қалам ғана ұстаған жоқ. Абай атамыз жан-жақты болды. Бүкіл ғылым саласына да құлаш ұрды. Оның бірі жаңағы осы құрылыс архитектура. Ол білмеден де тағы бір құнды 1890 жылы Абай атамызға Батыс Сібір генерал-губернаторы Барон Тобенің сыйлаған 3 ауызды мылтығы бар. Әрине ол патша үкіметі кезінде жай адам емес, сонау Батыс Сібір генерал-губернаторынан сыйлық алу, ол тек Абай атамыз бүкіл қазақ үшін үлкен бір мәртебе, абырой. Бөлмелердің бірінде Абайдың сүйікті жары Әйгерім анаға сыйлаған күміспен көптелген ер тұрманы қойылған. Ал Ұлжан анадан қалған жауһар жәдігердің бірі жезлеген жез құмған. Абайдың кіндігінен өрбіген ұрпақтың барлығы дерлік осы легендегі суға шомылып өскен. 5-ші төргі бөлмеде Абайдың әмеңгерлік салтпен отасқан жары Еркежан ананың тұтынған дүниелері тұр. Тұтулы түскиіз, төселі текемет, құрулы шымылдық сынды бүгінде танабы тарылып бара жатқан бұйымдарды көргенде тап бір Абай заманына қайта оралғандай күй кешесіз. Бұлар ұлттың дәстүрін танытумен бірге қазақ мәдениеті мен өнерінің тереңнен тартылған тамырының айғағы да. Ұзын дәлізде Абай атамыздың жаңа айтқыздық қой, өмірінің соңғы 10 жылын осыны өткізді деп. Міне Абай атамыздың қадымды да, қарулы да жаңағы еңбекті көп өндірген сол өмірінің соңғы 10 жылы ғой. Міне сол жылдары жазылған өлеңдер мен үзінділер қойылған. Сонан кейін әр ұлама, әр ірі адамдардың Абай атамызға берген бағалары. Ең алғаш Абай атамызға тұңғыш баға берген 1903 жылы Ахмет Байтұрсынов қой. Абай жай ақын емес, Абай қазақтың бас ақыны деп бұл жөнді мақалада жариялады. Екінші Абай атамызға үлкен баға берген Мағжан 1904 жылы. Абай жай ғана ақын емес, Абай ақындардың алтын хәкімі деп ол жөнді өлеңде арнады. Мен сол сияқты естеліктер. Дәлізде қазақтың қуанышына да, қайғысына да куә қоңыр үнді қара домбыра қойылған. Дәл осы 3 шекті домбыра ақын қолының табы қалған баға жетпес құнды дүниенің бірегейі. Сүйген жары Әйгеріммен түсініспей қалғанда оларды татуластырып, қатынастарын одан әрі қоюлата түсуге себепші болған тілсіз жәдігер бұл. Алыстан ат сабылтып келген арнайы қонақ өзіне ең керектісін ауызғы бөлмеден табады. Кіребер сол жақ қабырғада Абайдың руы, ата тегі, ұрпақтары толық тарқатыла жазылған үлкен шежіреленген. Осы бөлмедегі тағы бір құнды зат ақынның сүйікті інісі Оспан өмірден озғанда Абайдың араласуымен жасатылған құлпытас. Абай атамыз інісі Оспан қайтыс болғанда басына 4 құлақ зират тұрғызады. Өз қолымен құлпытасты ескі араб әрпімен жаздыртып басына қойғызады. Бұл тас ескі араб әрпімен жазылған, мағынасы енді басына Құранның аятын жазғанда әр жағының мағынасы Оспанның басынан байлық өтті, мырзалық өтті, балуандық өтті. Бәрі өтті, бірақ ажалдан қашып құтыла алған жоқ. Адамзаттың барлығының барар жері сол, әр өткен бер өткен мұсылман қауым Аллах акбар айтып өтсін деген мағынада жазылған. Енді бұл тас зират жөнделген соң далада қалмасын деп осында қойылған. Қорық мұражайдың ең соңғы бөлмесінде тошала бар. 4 баққанды тіреуіш етіп, шатырша түрінде жабылған тошала ауа салқындығын жазда да, қыста да бір қалып ұстайды. Ал қабырғалары таспен қаланған. Осы бөлме Абай атамыздың тошаласы. Енді тошала деген бөлме немнеге керек десеңіз, кәдімгі ас бөлмесі. Мынау 4 бақан, адал бақан деп аталады да. Қыстың күні келген жаңағы соғымның етін Абай атамыздың күтушілері осы үйде сақтаған. Мысалы үшін мынау 4 бақан, адал бақан деп аталады. Сосын адал бақанның бұтағына соғымның етін ілетті, әрине оған сыймай жатады. Көлденең ұзын сырғауыл ағаштар тартып еттерді іледі. Сосын мына ортаға қазандықтың астына тобылғы деген қызыл ағашты толтырып үйіп жағып алып, есікті төбені жабады.
алады да, жаңағы етті түтінмен ыстайды. Сонда ысталған етіңіз ұзақ сақталып, әрі өте дәмді болады. Мұражай үйдің ауласында Абайдың Семейге қатынаған тарантас арбасы тұр. Бұл арбамен ақын қаладан том-том кітаптар тасыған. Абайдың зиялылармен кезігіп, ел аралап той-томалаққа барғанына куә көне бүйім осы арба. Тарантаспен қатарласа, Құнанбайдың орыс шаруаларынан алып қалған темір соқасы тұр. Сыртқы қақпадан кіре беріс оң қапталда Ұлы Ойшылдың ақ граниттен кескінделген бюст қойылған. 1968 жылы жасалған тас мүсіннің авторы кәсіби мүсінші Хакімжан Наурызбаев. Қорық мұражайдан қысы-жазы кісі аяғы үзілген емес. Қызметкерлердің айтуынша 1995 жылға дейін мұражайға келушілер қарасы сиректеу еді. Ол кезде кесене де жоқ, мұражайда жұпыны. Сыры терең, сыны биік тұлғаның 150 жылдық тойынан кейін Абай құнарынан қуаттанушылар қатары тіптен молайған. Бұл мұражай ұжымының шығармашылық жауапкершілік жүгінде салмақтандыра түсті. Өз ісіне құлшына берілген қызметкерлер сағаттап сөйлеуге де дағдыланды. Осындай қалың нөпір арасында ақынның тау тұлғасын танытып жүрген зергер жазушылар да ұшырасады. Бір нәрсе жетіспей тұр екен, Әлихан Бөкейхановтың суреті. Абай танудың негізін салған Абайды зерттеуші Мұхтар Әуезов, бірақ Абайды алғаш танытқан қазаққа Әлихан Бөкейханов болатын. Ол кезде мемлекеттік думаның мүшесі арнайы келіп, Абайдың ұрпақтарымен кездесіп, ұрпақ дегенде Жақсылдар өліп қалған, Ақылбай мен Мағауия, Тұрағұлмен кездесіп, Кәкітайға менен арнайы тапсырып, Петербургтан бәрін ұйымдастырып, Абайдың алғашқы жинағын шығарған 9 жылғы Әлихан Бөкейханов болатын. Біз оны айтпай келдік осы уақытқа дейін. Енді ол да біздің қазақтың баспасөзінде аталған болу керек. 100 жылдығы Абайдың алғаш кітабының шығуы. Бұл қазақ әдебиетінің бір бетбұрыс кезеңі, Абайды елге танытқан. Сол Әлекеңнің суреті болу керек бұл жерде, анықтап айтылу керек. Жидебай қазақтың жаңа әдебиетінің қазығы қағылған қасиетті мекен. Қабырғалы қаламгер өзінің мұражайға мың келсе де, жаңа келгенде күй кешетінін айтты. Өлмейтін сөз, өшпейтін қазына қалдырған алыптың бірсыпыра құнды мұраларынан көз жазып қалғаныңыз белгілі. Абай шәкәрімдей тау тұрпатты тұлғалардан қалған сол мұраларды тірнектеп жинап, түбегейлі зерттеп, зерделеп жүрген жазушының өзі қай қырда жүрсе де, өз елінің ұлыларына деген сүйіспеншілігі барынша жоталана көрініс бергендей. Мен тағы бір жазғаным бар, айтып, мақтан десе де болады. Онда айтқам, мен Абайдың тізесіне жеткен кезде, ойлап қараңыз, Абайдың алып қой. Мен оның тізесіне жеткен кезде, қазақтағы бұрынғы соңғы қалам ұстаған жұрттың бәрі менің тобығымда қалады деген. Елестетіп көріңіз, Абай деген алып болатын болса, мен оның тізесіне жете қалсам, ол қалған қазақ тіпті төменде қалады. Ол Абайды асқақтату, Абайды көтеру. Абайды біз ұқтық, түсіндік, таныдық деп айта алмаймыз. Абай танудың басы ғана бұл. Абай қоныс еткен Жидебай қыстағы осы. Бұл ұлы поэзияның рухани ошағы һәм қазақ өнерінің алтын ордасы. Жидебайдағы мемориалдық үй жалпы аумағы 6400 гектар жерді қамтитын Абай қорық мұражайындағы 16 тарих ескерткіштің бірі. Бүгінгі хабарда біз соның біріне ғана тоқталдық. Айтпағымыз, халықаралық туризмге ден қойған елдің рухани мәдени бойтұмары Абай қорық мұражайының құны келешекте еселене түспек.